Сөзіңізді айттыңыз, қазақты қазақ сатқанына күйінем деп. Олар кімдер еді? Бізде советтік билік орнағанда, советтік биліктің дәуірінде қалыптасқан интеллигенция сатқын болды. Саяси элитаның сатқындығы. Оны жасырып жасқанудың қажет жоқ. Архив көрсетіп отыр. Мысалы, Голошекиндік билік орнаған тұста біздің қазақтың өз азаматтары бірінің төбесінен бірі көрсетіп арыз жазды. Осы Сталинда жаңағы НКВД-ның басшысы болған Николай Ежов та Қазақстанды аралап шықса, дәл күнге ондай халық жауын таппайтын еді. Біздің халық жауы өте көп шықты. 25 мың интеллигенция атылу деген ұлт үшін трагедия. Сүттің қаймағы болған тұлғалар. Жүрегің ауырады. Не деген оқыған? 9 тілді білген алдыңғысы. Одан кейін керемет интеллигенция болған, жан-жақты, сауатты, ондай тұлға, ондай білімді адамдар бүгінгі қоғамда жоқ, әлі қалыптасқан жоқ. Ал солармен бірге кетті. Мысалы, қарап отырсаңыз, 37-ші жыл орнаған тұста кешегі советтік биліктің жаңағы сүтін еміп, советтік биліктің нанын жеген азаматтар кейіннен мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды, халық жазушысы болып, небір атақтарды алған. Өзіміздің күні кешеге дейін арамызда жүрген Әбділда Тәжібаев, мысалы, Мұхамеджан Қаратаев сияқты ағаларымыз, Сәбит Мұқамовтар, көргендер барлығы интеллигенцияның атылуына, репрессияға ұшырауына тікелей себепкер болды. Мысалы, Әліби Жангелдинді біз атақтап қатты құрметтейміз. Ол қызыл керуеннің басы деп. Сол Әліби Жангелдин 64 жастағы Байтұрсынұлын 71 жастағы шал болған Әлихан Бөкейханның өліміне тікелей себепкер болды ғой. Неге соны айтпаймыз мысалға? Әлиханнан ұрпақ қалған жоқ, Ахметтен ұрпақ қалған жоқ, Міржақыптан ұрпақ қалған жоқ, Шыңғысов деген болды, Тұңғашин дегендер болды. Олардың әлі ұрпақтары бар. Шәкәрімді 73 жасында атып тастаған Абзал Қарасартов деген кісі болған. Ұрпақтар әлі бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде түрлі жерлерде қызмет етіп отыр. Жоқ, неге біз олар көрсетпейміз мысалға? Мен әлі түсіне алмайтын. Досып деген болған. Біздің қайраткерлердің бәрінің төбесінен арыз жазып анонс жіберген. Мысалы, Барлыбек Сырттанның архивімен танысқанда, бұрын Барлыбек Сырттанұлы 1914 жылдың 26 қарашасында туберкулезден қайтыс болған дейді. Жоқ, кейін архивтен таптым, Михаил Фольбаум деген генерал болған, осы Жетісу әскери облыстық. Сол генералдың тапсырмасымен Барлыбек ату жазасына кесілген. Ең алғашқы құрбан Барлыбек. Ал Барлыбектің өліміне тікелей себепкер болған Жайық деген өзінің қатарлас жүрген азаматы, осы Матай елінің руласы Барлыбектің жақын айтқанда. Бірақ ол полиция жандармының агентурасы болған тыңшы ретінде. Оның Қара деген псевдонимі болған. Сол Қара деген атпенен Барлыбектің төбесінен арыз жазып отырған мысалға. Сол сияқты совет заманда Ильяс Жансүгіровтің жазушылар одағының төрағасы болып билікке келіп, қазақ жастарын қызметке алып, оқи алмай жүрген жігіттерді оқытып, ауыздарына жаңағы қолдарын емін-еркін жететіндей жағдай жасады. Соның біреуі Мұхамеджан Қаратаев болған. Оны Қазақ әдебиеті газетіне жауапты хатшы қылып қызметке алды. Бірақ Мұхамеджан Қаратаев Ильяс Жансүгіровтің төбесінен арыз жазды, Ильясты соттатты. Ал кейін Фатиманың аяғы ауыр 37-ші жылы Болатты өмірге әкелейін деп жүрген кезде, Фатима Гүлжамал Бейімбеттің әйелі үйіне келе жатқан кезде, Ильястың үйін бүкіл дүниесін далаға лақтырып Мұхамеджан жүр екен. Ай, қайным-ау, мұның не дегенде, сенің күйеуің халық жауының әйелі, бұл үйде тұруға хақы жоқ, бұл үй енді менікі деп аналарды үйден қуып шыққан. Сол кезде ең ауыр үлкен диванды Гүлжамал мен Фатима көтеріп тұрғанда, ана ауыр диванды көтерім деп, Фатима толғағы жетпей, мерзімінен бұрын Болатты көшеде туып қойған сәттер болған. Оның барлығы күнделікте естелікте жазылды. Сондықтан болашақта біз Алаштың мемуарлық, эпистолярлық құжаттарын сол сәтпен, сол күймен, сол қалпында сөйлетуіміз керек архивті. Сонда ғана біз ұлттық рухы мықты ел боламыз. Біз бұл жерде анау сатқын болды, мынау жауыз болды деп емес, тарихқа шынайы көзбен қарауымыз керек. Ел білу керек, жұрт білу керек. Және ол ащы болса да біздің шындық, ащы болса да ақиқат. Сол ащылықтан біз сабақ алуымыз керек. Болашақта кім кепіл біздің элитаның тағы да бір-бірін сатпасына, кім кепіл бір-бірімізді біз айдап салмасымызға.